Bizge mындай bir piramida berilген. Осы пирамиданың біз 3 проекциясын және аксонометриялық проекциясын салуымыз керек. Мен алдымен қазір бұл пирамиданың ойығы жоқ, толық күйінде салып, 3 көрінісін және аксонометриясын салып аламыз. Кейіннен барып ойықты көрсетеміз. Мен алдымен бұл пирамиданың табанын салып аламын. Сол табан арқылы кейін алдынан қарағандағы көріністерді көрсетеміз. Мен табанын салу үшін бір шеңбер салайын дағы. Шеңбер арқылы табанын сала саламын. Табанын біз салып қойдық, осылай тұрған. Бұлай тұрған табаны. Енді біз осының алдынан қарағандағы проекциясын салуымыз керек. Табанның мен ұзындығын өлшеп алайын. Екі жағы бізде бірдей, сондықтан мен ортадағы сызықтан екі жағын белгілеп алайын. И биіктігі мына жер болсын деп істеймін. Ыңғайлы болу үшін мен табанның бұрыштарын әртүрлі белгілеп қояйын. А болсын, Б, С және Д. Сонда мынау алдыңнан қарағандағы көріністе мына жер А бұрышы болады, мынау С. Ал мына жерде бізде мынау Б құрылысы артқы бетіндегі ол Д құрылысы. Сондықтан бұл жерде Б және Д қырлары беттесіп қалды. Ал пирамиданың төбесін мен S әрпімен белгілеп қояйын. Мына жер бізде S болады. Енді мен түсінікті болу үшін осылай көрсетіп қояйын. Мынаны біз Z ось деп алайық. Сонда бізде Z ол бізде төбесіне қарасақ нүктеге айналып кетеді. Сондықтан мен S те Z деп қояйын. Тиісінше мына сызық бізде X ось болады, а мынау бізде Y ось болады. Міне біз екі көріністі салып шықтық. Енді үшінші көріністі салайық. Үшінші көрініс енді өткені бізде мынау табаны бізде ұзындықтары бірдей, сондықтан ол алдынан қарағандағы және сол жақтан қарағандағы көріністері бірдей болады. Яғни мен табанын сызып қояйын. Мен мына арақашықты өлшеймін. Мына ұзындықты өлшеймін, екі жағы бізде бірдей. Сондықтан мен мына сызықтан осы ұзындықты екі жаққа белгілеймін. Ал биіктігі табаннан бастап S нүктесіне деймін. Өлшеп салдық. Міне біз үш көріністі салдық. Енді қараңыздар, біз сол жақтан қарағанда мына жақтан қараймыз.
Сонда мына А нүктесі мына бұрыш болады. Ал ол А С бұрышы екеуі беттес болады. Яғни А артында оның С бұрышы бар. Мына оң жағындағы бізде ол Б. Ал мына бұрыш бізде Д болады. Түсінікті ғой? Мына өткені қарайтын болсақ, мына жаққа келеді, мына Д нүктесі бізде мына жаққа келеді. Міне біз пирамиданың 3 көрінісін салып алдық. Бірақ бұл жерде біз мына пирамидадағы мына ойықты көрсеткен жоқпыз. Біз алдымен осы пирамиданы бүтін, мына ойығы жоқ деп алып, осының 3 көрінісін және аксонометриясын салып аламыз. Біз айтқанымыз, егер мына дене қырлы бет болатын болса, онда оның диметриясын салған дұрыс. Өйткені диметрияда бұл қырлы беттердің көрнекілігі жоғары болады. Енді мен ол диметрияның осьтерін салып алайын. Z осі бізде вертикаль болады. Енді X және Y осьтерін салу үшін мен осы сызыққа перпендикуляр түзу жүргізіп қоямын. Мына жерді мен O нүктесі деп белгілеймін. Яғни координаталар басы. Енді Y осін салу үшін мен осы түзуге O нүктесінен бастап бірдей қылып 8 бірлік өлшеп аламын. Мен бұл жерде 5 мм-ден алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді осы жерде мен төмен қарай бір бірлікке төмен түсемін, яғни жарты сантиметрге. Сөйтіп осы нүктені O нүктесіне қосатын болсақ, X өсі шығады. Дәл осылай енді екінші жағында мен 8 бірлік өлшеп аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді осы жерден төмен қарай 7 бірлік өлшеп саламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы нүктені мен Оға қосамын. Сол кезде бізде Y өсі шығады. Y өсі. Яғни мынау Z өсі, X және Y өстері. Енді қарайық. Бізде X өсі мынау. А және С нүктелері осы X осінің бойында. Яғни осы нүктелері А, С осы X өсінің бойында жату керек. Ол үшін мен мынау центрден, яғни мынау бізде O нүктесі, яғни O, S және Z бізде бәрі бір жерге беттес қалған. Яғни мен O нүктесінен А нүктесіне дейін бізде екі жағы бірдей, O, А және O, С. Яғни мен біреуін ғана өлшеп аламын дағы. Осы O нүктесінен X өсіне өлшеп салады екен. Бір жағын өлшеп салдым, екінші жағын өлшеп саламын. Сонда мына нүкте бізде А болса, мына жағы С болады. Ары қарай Б және Д нүктелерін салу үшін мен осы нүктелердің ара қашықтығын O нүктесінен өлшеп аламын. Бұл екі жағы бізде бірдей. Бірақ бізде Y өсі бойынша бұрмалану коэффициенті 0,5-ке тең. Яғни мен осы өлшеп алған ұзындықты 0,5-ке көбейтетін болсам, бұл қашықтық 2 есе қысқарып кетеді. Мен өлшеп 2 есе қысқартайын. Яғни мына қашықтық бізде 35 мм екен, 2-ке бөлетін болсақ, 17 жарымнан шығады екен. Мен 17 жарымды сызғыштан өлшеп алдым дағы. O нүктесінен бастап салдым. Яғни мен мына ара қашықтықты 2-ке бөліп, сол шыққан ұзындықты мына Y өсіне салдым. Сонда мынау Y өсінің бойында жатқан бір нүкте ол Б бұрышы болса, жоғары жағындағы бұрыш ол Д нүктесі болады екен.
Енді осы нүктелерді бір-бірімен қосып шығатын болсақ, берілген пирамиданың табанын салып шығамыз. Енді пирамиданың биіктігін көрсету керек. Ол биіктігі табаннан бастап S нүктесіне дейінгі қашықтығы осы пирамиданың биіктігі. Осы биіктікті өлшеп алатындағы мына O нүктесінен Z осыны саламыз. Мына нүкте бізде S нүктесі болады екен. Енді осы әрбір бұрышты S нүктесіне қосып шығуымыз керек екен. Мына D нүктесі бізде ол көрінбей қалады. Оны мен жіңішке сызықпен басайын. Б'дан шыққан ол қыр көрінеді. С нүктесіне S нүктесіне қосып жібереміз міне. Міне біз пирамиданың 3 проекциясын алдынан, төбесінен, сол жақтан және диметриялық проекцияны салып алдық. Бірақ біздің көріп тұрғандарыңыздай пирамиданың бір бөлігін кесіп алып тастаған. Енді осы ойықты көрсетейік. Мен былай тұр екен, сонда мына қалыңдық мен қазір 20 деп балайын, сөйтіп салып осы ойықты көрсетіп қояйық. Мынандай ойық болып шықсын бізде. Мен мына жерде артық сызып қойыппын. Міне біздің ойымыз мынандай екен. Енді біздің міндетіміз осы пирамиданың төбесінен қарағандағы көрінісін және сол жақтан қарағандағы көріністерін салып шығу керек. Оны салу үшін мен мына көріністен пирамиданың ерекше нүктелер дейді, солар беріп шығайын. Олар дегеніміз қиюшы жазықтардың қырларымен және екі қиюшы жазықтың бір-бірімен қиылысу сызықтары. Мысалға, мына пирамиданы календар бағытта бір жазықтықпен және екінші көлбеу жазықтықпен кесіп тастаған. Мысалға, мынау бізде бірінші нүкте болсын. Мына жер екінші нүкте, мынаны үшінші нүктеде болайық. Мына жер бізде 4 болсын, мына бұрыш бізде 5 болсын. Мына сызықты 3 жасауға болады, өйткені бұл жерде бізде қырды кесіп алып тастаған. Сондықтан бұл жерде бізде сызық болмайды. Міне біз
керекті нүктелерді белгілеп шықтық. Енді біз осы нүктелерді горизонталь проекция тауып тиісінше қосып шығуымыз керек. Одан кейін екі көрініс салғаннан кейін осы екі көрініс арқылы біз үшінші көріністі де салып шығамыз. Енді сіздер білесіздер, егер мен мына нүктелердің бойымен бір қиюшы жазықтық жүргізіп, мысалға P1 деген осы пирамиданы кесіп тастайтын болсам, мына кесілген жерде бізде дәл табан сияқты қима шығады. Ол қиманы біз қалай саламыз? Оны салу үшін мен ал қиюшы жазықтың осы пирамиданың қырларымен қиысқан бір нүктесін аламын. Мысалы, мына нүктені алдым дейін. Бұл бізде S қыры. Ал S қыры деген бізде мына жатыр. Мына нүкте осы қыры жатқандықтан мен оның осы қырдағы проекциясын саламын. Ол үшін мен осы нүктеден проекциялық байланысын жүргіземін. Сонда мына нүкте бізде мына нүктеде болып шығады екен. Енді мен осы нүкте арқылы табандарына параллель жүргізетін болсам, мына қырға жағына қарай жүргізейін. Енді мына жерде мен АБ түзуіне жүргізіп қоямын параллель сызықты. Мына жақта шыға салады. Мына шыққан сызық бізде мынау P қиюшы жазықтығымен кескен кездегі шыққан қима екен. Енді сонда мынау 5, 4, 3 нүктелері осы қимада жатыр. Сондықтан біз оларды осы шыққан қиманың бойынан тауып алуымыз керек. Енді мынау 5 деген нүктені бірден табуға болады, өйткені ол бізде AS қырында жатыр. Содан түсіретін болсақ, ол AS қыры мысалға мынаған түсу керек. Мына жер бізде 5 нүкте болады екен. Ама 4 деген нүкте ол BS және арғы бетіндегі DS қырында жатыр. Яғни біз осы 4 нүктесінен түсіретін болсақ, ол осы шыққан қимамен ол мына жерде қиысады, мына жерде қиысады. Бергі бетіндегі BS қырындағы 4 нүкте ол мына жерде болады. Ал арғы жағында пирамиданың артқы бетіндегі DS қырымен мына жерде жатыр екен. 4, бұны 4 шықты белгілеп қояйын. Ал үшінші нүктені табу үшін мен осы үшінші нүктеден байланыстығын түсіремін. Ал бұл түзеуіміз біздің жаңағы шыққан қимамен мына жерде қиысады, мына жерде қиысады. Бергі бетіндегі нүкте ол мынау 3 деп қоямыз да, ол арғы бетіндегі нүкте үшінші нүкте. Оны 3 штрих деп белгілеп қояйық мына нүкте. Біз енді міне 3, 4, 5, 3 нүктені тауып алдық. Енді дәл осындай жолмен біз екінші нүктені табамыз. Ол үшін осы екі нүктесінің бойымен тағы да бір қиюшы жазық жүргіземіз. Мысалға бұл P2 болсын. Енді осы P жазықтығын мынау пирамидамен қиысқан жерін белгілеп аламын. Мына нүктені. Сөйтіп осыдан мен осы S қырына байланысын жүргіземін. Мына нүкте қиылысқан жер екен. Енді осы жерде мен табандарына параллель түзулер жүргізіп қоямын. Мен нүктеден мынау қырына қарай жүргіземін. Енді мынау жерде мен тағы да параллель жүргіземін. Мына екі нүкте қосып, мынау AD қырына параллель түзу шығады екен міне. Сонда мен мына былай қиғандағы пайда болған қима ол мына 4 бұрыш екен. Ал екінші нүкте осы 4 бұрыштың бойында болу керек. Енді оны түсіретін болсақ, мына байланыстығын ол 4 бұрышпен мына жерде қиысады және мына жерде қиысады. Мен бергі бетіндегі нүктені мынаны 2 деп белгілейін дағы, пирамиданың арғы бетіндегі нүктені 2 шықты белгілеп қоямын мына жерге. Ал енді 1 деген нүктені бірден табуға болады. Ол 1 деген нүкте ол AS қырында. AS деген төбесіне қарасақ, ол AS мына түзу.
Сондықтан бірден мен соған бірден түре салады екенмін. Тура түсіретін болсақ байланыстығын. Міне АС қырымен қиысқан жер мынаның жері екен міне. Бұл бірінші нүкте. Міне біз керекті мына 1, 2, 3, 4, 5 барлық нүктені тауып алды. Арғы бергі бетіндегі және арғы бетіндегі нүктелерден. Енді осы нүктелерді бір-біріне қосып шығуымыз керек. Осыны қараймыз. 1 мен 2 қосылған, 2 мен 3, 3 мен 4, 4 мен 5. Біз мына нүктелерді дәл осындай ретте қосып шығуымыз керек. Міне бірінші нүкте 2 мен қосылады. Бірінші нүктені 2-ге қосып қоясыздар. Енді ол 1, 2-нің арғы бетіндегі жатқан нүктемен де қиысады. Міне оны да қосып қоямыз. 2 мен 3 қосылады. Міне 2-ні 3-ге қосамыз. Арғы бетіндегі де нүктелерді қосып қоясыздар. 3 4-ге қосылады. 3-ті 4-ге қосасыздар міне. Бергі бетінде қосып қоямыз. 3 пен 4-ті қосып қоямыз. 4 пен 5 қосылады. 4-ті 5-ге қосып қоямыз. 4 пен 5-ті қосамыз міне. Енді А5 нүктелер бір-біріне қосылып жатыр. Яғни біз мына проекцияда оларды бір-біріне қосып қоямыз. А мен 5-ті қосып қоямыз міне. Б мен 4 қосылады. Д мен 4 қосылады. Міне Б мен 4-ті қосып қоямыз. 4 үштікпен Д-ны қосып қоямыз. С нүктесімен 2 қосылады. С пен 2-ні қосып қоямыз. Қостық. С пен 2 үштікті қосып қоясыздар. 1 мен С нүктесі қосылады. Оны да қосып қоясыздар міне. С пен С қосылу керек. Оларды қосып қоямыз міне. Ama табаны олар өзгеріс болған жоқ. Бұлар сондықтан мен бірден қаңсықпен қоса берсем болады. Мен мынарды да қаңсықпен бастырып қояйын. Міне біз төбесіне қарағандағы пирамиданың көрінісін аяқтадық. Енді қараңыздар, бізде мынау 3 деген нүкте ол мынау жазықтықпенен мына екінші жазықтың қиылысу сызығы. Бірақ ол сызық бізде мына жерде нүкте болып көрініп тұр. Бұл енді төбесінен қарасақ, олар бізге көрінбейді. Сондықтан біз оларды үзік сызықпен қосып қояды екенбіз міне. Міне біз үстінен қарағандағы көріністі аяқтадық. Мына былай тұрған кезде қараңыздар. Мына 1 деген нүкте ол мына 1 нүкте. 2 деген мына 2 нүкте. 3 ол мына 2 нүкте болып тұр дағы. 5 мынау 4-іміз мына 2 қырдан нүктелер болып тұр. Біз осыларды ретімен қосып шықтық. Сөйтіп біз екінші көріністі аяқтадық. Енді бізге сол жақтан көріністі аяқтау салу керек. Ол бізде мысалы былай тұрған нәрсе, ол сол жақтан қарайтын болсақ, ол былай түсу керек бізге. Біз осы көріністі қазір салуымыз керек. Енді оны салу үшін не істейміз? Мына 1, 2, 3, 4, 5 деген нүктелер біз алдынан қарасақ та, жанынан қарасақ та осы деңгейден өзгермейді. Сондықтан мен бұлардың әрқайсысының тұсынан байланыстан жүргізіп қояйын. 1-ден жүргізіп қояйын. 2-ден жүргізіп қояйын, және 3, 4, 5 нүктелерінің тұсынан да байланыстан жүргізіп қояйын. Енді бұл жерде бірден таба алатын нүктелер бар. Мысалға қараңыздар, бізде мынау қазір А қыры алдынан қарасақ, жағынан қарасақ, ол
былай тұр. Былай түсіп қалды дәл ортасында. Ал 1 мен 5 деген нүктелер осы А, С қырында тұр бізде. Мына бізде 5, мына деген 1 деген нүкте. Яғни мен бұларды бірден табылады екен. Яғни 1 деген нүкте ол мына нүкте болады. 5 деген нүкте мына нүкте мына жерде болады екен міне. Тағы қай нүктелер бірден табуға болады. Қараңыздар, мына 2 деген нүкте, мына тұрған нүкте бізде. Енді ол сол жағына қарасақ, ол Б, Д, С және Б, С қырларында. Сондықтан мен бұларды бірден табылады екен. Яғни мына жер менде мына Б, С-тегі ол 2 болатын болса, Д, С-тегі ол 2 штрих. Дәл сол сияқты мына 4 және 4 штрих. Оларды бірден табыламын. Д 4 деген нүкте ол Б, С-те болатын болса, ал 4 штрих ол С, Д-да болады. 4 штрих. Мен почти міне нүктелердің бәрін таптым. Тек қана бізде үшінші нүкте әлі табылған жоқ. Енді менің мақсатым осы үшінші нүктенің профиль проекциясын табу. Ол үшін біз сол жақтан қарап жатырмыз. Мынау Z осымен, немесе X осымен үшінші нүктенің арасы мынаған тең. Екі жағы бізде бірдей. Мен осы екеуінің біреуін өлшеп аламын. Мына ұзындықты X осымен үш нүктенің арасы, немесе X пенен үш штрихтың екеуі бірдей. Мен осы үштің тұсындағы түзуге осы ұзындықты өлшеп саламын. Бір жағына өлшеп салдым, екінші жағына өлшеп салдым. Мына нүктені мен үшті белгілеймін, мына жағын үш штрих. Міне бізге қажетті нүктелердің бәрі бар. Енді осы нүктелерді мен қосып шығуым керек. Дәл жаңағыдай 1 мен 2, 2 мен 3, 3 мен 4, 4 мен 5-ті қосып шығамын. Міне 1 мен 2 қосылады. 1 мен 2-ні қосып қоямыз. 1 мен 2 штрих, 2, 1. 2 мен 3 қосылады. 2-ні 3-ке қосып қоямыз. 2 мен 3-ті қосып қоямыз. 3 пен 4 қосылады. 3 пен 4, арғы бетіндегі 3 штрих, 4 штрих қосылады. И 4 пен 5 қосылады. Яғни 4 пен 5-ті, 4 штрих пен 5-ті, 4 пен 5-ті қосып қоямыз мені. Мына сызық мені былай болып тұрады екен мені. Ары қарай 4 пен Б қосылады, 4 штрих пен Д қосылады. Яғни Д мен 4 штрих қосылады. Б мен 4 штрих қосылады. 2 мен С қосылады, 2 штрих пен С қосылады. Оларды қосып қоямыз. Табанын мен қоса беремін. Бұл жерде өзгеріс болған жоқ. А 5 қосылады. Яғни мен А және 5-ті қосып қоямын. 1 мен С қосылады. 1 мен С-ті қосып қоямыз. Мына нүкте менде С нүктесі. Енді мен осылардың бәрін жақсылап бастырып қояйын. Менде мына жерде міне сызық жоқ, сондықтан мен мына 4 пен 2-ның арасын өлшеп тастаймын. 2 штрих пен 4 штрих арасын өлшеп тастаймыз. Міне біз алдынан қарағандағы, сол жақтан қарағандағы проекцияны салып алдық. Яғни мен алдынан қарағандағы төбесінен және сол жақ көріністерді біз орындап алдық. Ендігі қалғаны біз
мына диметриялық проекцияны аяқтауымыз керек. Жаңа қараңыздар, мына P бірмен бір кеспайтын болсақ, біз мына жерде мына қиманы алған болатынбыз. Біз осы 3, 4, 5 нүктелерін салу үшін мен осы қиманы да мына жақтан салып алуым керек екен. Осы мен не істеймін? Мен осы табаннан бастап осы 3, 4, 5-ке дейінгі биіктікті өлшеп аламын. Өлшеп алдым. Сөйтіп одан осы биіктікті өлшеп саламын. Енді мен осы жерде мына x өсіне параллель жүргізетін болсам, және y өсіне параллель жүргізетін болсам, сонда осы мына x өсіне параллель сызықтың A S-қырмен қиысқан жері, S S-пен қиысқан жері, және O D S-пен B S-пен қиысқан жерлері маған осы мына қиманың диметриясын береді екен. Осы бұл қосып қояйын. Қосып қойсам, мен мына қиманы алдым. Енді осы нүктелердің бәрі 5, 4, 3 деген осы қиманың бойында. Енді мына нүкте бізде, яғни ол 5 нүктесі болады. Мынау B, S және S, D қыламен қиысқан жері ол бізде 4 болады. Арғы беті 4 штрих болады. Енді бізге табу керек мынау 3 және 3 штрих нүктелерін. Оларды табу үшін мен мынау O нүктесі мен осы 3 штрих түзулердің арасын өлшеп аламын. Мына ұзындықты өлшеп аламын. Одан 3 штрихқа дейінгіні өлшеп аламын. Сөйтіп мынаны мен осы центрден салайын өлшеп. Енді мына сызық бізде, мына штрих сызық y өсіне параллель, сондықтан мен мына жерден де осы y өсіне параллель жүргізіп қоямын. Сонда осы қимамен қиысқан мына жер 3-ші нүкте, арғы бетіндегі нүкте ол 3 штрих болып шығады екен. Енді осыларды мен қазір бір қосып қояйын. 4 пен 5-ті қосып қоямыз. 4 пен 3-ті, 5 пен 4-ті қосып қояйын. 4 пен 4-ті, 3-ті қосып қояйын. А мен 5 бізде қосылады, және Б мен 4 қосылады. Оларды қосып қояйын. Енді мына екінші нүктені тауып көрейік. Екінші нүктенің биіктігі о табанынан бастап осы 2-ге дейінгі биіктікті өлшеп аламын. Мына О центрінен саламын. Енді 2 деген нүкте бізде қай жатыр? 2 деген нүкте мына Y осінің бойында. Мына Y осі бізде Y осінің бойында, міне. Сондықтан 2 осы Y бойында жатыр. Мен не істеймін? Осы өлшеп алған жерден осы Y-ге параллель жүргізіп қоямын. Y өсіне мына өлшеген жерден параллель жүргізіп қойдым. Сонда бұл түзулерді мына B, S және DS қабасып қиысқан жер мына 2 болса, ар жағы 2 штрих болады. Енді бізге не қалды? Бірінші нүктені табу қалды. О нүктені табу үшін мен осы табаннан бастап 1-ге дейінгі биіктікті өлшеп аламын. О нүктесінен бастап өлшеп саламын осы жетеусіне.
Сөйтіп, ол 1 деген нүкте ол x өзінің бойында жатыр. Сондықтан мен осы өлшеген жерден x өсіне параллель жүргізіп қоямын. Сонда бір нүктесі ол менде А, С қырында жатыр. Мына А, С пен жүзінің қиысқан жері, мына жер. Менде бірінші нүкте болады екен. Міне біз барлық нүктелерді тауып алдық. Енді мен жаңа мынау 3, 4, 5-ті қосып қойдым. Мен ары қарай 3 пен 2-ні қосамыз. 3 пен 2-ні қостым. 3 штрих пен 2 штрихті қосамыз. 3 пен 3, 2 штрих. 2 мен 1-ді қосамыз. Екі штрих пен 1-ді қосасыздар. Енді ары қарай 1 мен С-ті қосамыз. 1 мен С-ті қосып қойдық. 2 мен С-ті қосамыз. 2 мен С-ті қостық. И мына бізде С, С қалар ол өзгеше қалады. Өйткені оларда ешқандай ойық немесе тесік жоқ. Мен осы тапқан нүктелердің бәрін қалың сызықпен қосып шығайын. Бізде қараңыздар, енді мына жерде қалып кеткен бір сызық, ол 3 пен 3 штрих. Бізде былай тұрса, мына 3, мына 3 штрих. Олар бізде екі жазықтың қиылысу сызығы. Сондықтан бұлар мына жерде көрініп қалады екен. Оларды қалың сызықпен қосып қоямыз бірде міне. Міне біз сонымен ойығы бар пирамиданың 3 көрінісін салып шықтық. Және диметриялық проекциясын.